Біздің бүгінгі тақырып инвестиция. Инвестиция жайлы қазір біраз мағлұмат береміз. First Online Academy. Этап развитияда жаңа инвестицияны кез келген адам істей алады. Инвестиция істеу үшін бай болып керек емес. Бай болу үшін инвестиция істеу керек. Тек қана байлардың шаруасы емес инвестиция деген. Енді қараңыз, этап развитияда көпшілігі адам алдымен наем сотрудник, жалдамалы жұмысшы болады. Көпшілігі жалдамалы жұмысшы болады. Сосын жаңағыдай екіншісі біраз уақыттан кейін бір тобы жаңағыдай кәсіпкерге айналады. Сосын үшінші қадам ол жаңағыдай инвестор болып жатады. Сосын төртіншісі ол жаңағыдай мына политика өтеді. Ең қараңыз, наемниктардың бір бөлігі саудагерге айналады, предприниматель, бір бөлігі инвестор. Кейін инвестиция жаңағыдай көп ақшасы дым көбейіп кеткен адамдар инвестиция ақшасын сатып қалу үшін олар бір аз жоғына политика өтіп кетеді. Енді біз айтатынымыз жаңағыдай тек қана осылай емес, жалпы кейбір жағдайда мына наемный сотрудник адам жалдамалы жұмысшы болып жүріп, осылай жаңағыдай инвестор болып кетуге болады. Ол үшін қазір мына бір деген инвестицияның көп түрі бар. Көп түріне жаңағыдай бесеуін айтып кетейік. Ең бірінші жаңағыдай мына адам мүлдем инвестиция жасап көрмеген адам, олар жаңағыдай покупка недвижимости в рассрочку. Жаңағыдай ол деген квартира, офис, база, СТО, какой-то бір недвижимостьті жаңағыдай рассрочка алу. Ол жаңағыдай мына мүлдем адам инвестиция көрмесе, оған жаңағыдай бірден анаған сал, бірден мынаған сал деп жаңағыдай көпшілік істей алмайды. Енді бір тобы адамның көпшілігіне үйлесетін осы жаңағыдай недвижимость, инвестиция. Жаңағыдай ол деген мына инвестициядан табыстың бір бөлігін жинап отырып, жаңағыдай риск өте аз, бірақ өсу деген өте жай ұзақ. Ең ұзақ, бірақ ең жаңағыдай безопасный да. Екінші жаңағыдай покупка слитков золота. Мысалы, мына жаңағыдай адам деген табысы көп болатын болса, көп табысының жаңағыдай айлық мысалда болсын миллион болатын болса, сөйтіп жаңағыдай квартал сайын или жарты жылда бір 10 граммдық слитка алып отыруға болады. Өйткені жаңағыдай мына табыстың бір бөлігін сақтап қою үшін. Мына бірінші, екінші деген жаңағыдай жай өсетін, біріншісі жай өсетін, екіншісі жаңағыдай ол тек инфляция, за счет инфляции алтынның бағасы көтеріледі. Жалпы кезінде болған табысыңыздың жаңағы бір бөлігін жинап отырып алтын алып қою. Өйткені адам жаңағы қанша айлық тапса да, ол ақшаның бәрін жұмсап жібереді, жеп қояды. Сол жеп қоймау үшін жаңағыдай 50-ге келгенде жаңағыдай бәленбай адам деген 50-ге толғанша бәленбай миллиондаған оборот жасайды, жаңағыдай айлықпен, табыспен, неше түрлі, иә. Сөйтіп соның жаңағыдай бір бөлігін сатып қою жолдары. Үшіншісі жаңағыдай мына инвестиция в традиционный бизнес. Мысалы жаңағыдай мына келесі слайдтарда көрсетсем, ол жағынан адам деген айлығынан, кез келген адам айлықтың бір бөлігін жинап үйреніп, шығынын анализ жасап, повышать квалификацию, тәжірибені көтеріп, сөйтіп жаңағы инвестиция зерттеп, осындай жаңағыдай традиционный бизнес қай жерде жұмыс істеп жатқан болса, сол әріптестермен бірігіп, туысқандармен бірігіп, 100 мың теңгені жинап, айына, жылына 1 миллион жинап, сөйтіп инвестиция в традиционный бизнес. Үшіншісі жаңағыдай инвестиционный фонды. Жаңағыдай мына халал инвестиционный фондыларды қарастыру керек. Оған әлі қолым жетпеді, өйткені ондай кәдімгі нақты, ашық, сондай прозрачный болған ондайын маған кездеспегесін, мен оны іздемегесін, да. И бесіншісі жаңағыдай венчурный инвестиция. Осы жаңағыдай мына адам деген жайлап бірінші мына квартира алып үйренеді, иә, жаңағыдай 1 жылдың ішінде. Сосын барып жайлап азын-шоғын бір кварталда, жарты жыл сайын жаңағыдай алтын сатып алып үйренеді жаймен. Сосын жаңағы туыстармен бірігіп жыл сайын хотя 1 миллион теңге инвестиция салып үйренеді. Мынаған пока мысал айта алмай тұрмын. Мынау жаңағыдай венчурный инвестиция деген, ол қазір мына дамып жатқан стартап, әсіресе IT компаниялар, солар жаңағыдай ақшаңыздың бір бөлігін сөйтіп жинап отырып, осы венчур инвестицияға істеген жақсы. Қазір осы бизнестердің, осы инвестициялардың жаңағыдай мысалдарын азын-шоғын көрсетіп кетемін. Недвижимость, иә. Жаңағыдай мына 25-те, 24-тің аяғында деп айтайық та, жаңағыдай бір осы мынау деген реальный кейс, иә. Мен деген Қазақстанның 6 қаласын айналып шықтым да, сөйтіп жаңағыдай бір Астанадан Айыз құрылыс деген компанияның, Айыз құрылыс деген компания,
құрылыс. Осы компанияға бардым да жаңағыдай үш адамның осындай 13 миллион теңгенің 3 адамның 50%-ын жаңағыдай 6,5 миллион теңгеден салды. Ай сайын 270 мың теңгеден төлеп жатыр. Уже жыл жарым өтіп кетті. 24-тің ноябрінде, қараша айында басталған. Қазір биыл уже қазан айында уже бітеді. Осы 26-ның қазан айында осы жаңағыдай квартирасы түгел бітеді. Сөйтті жаңағыдай ол уже қазір үлкен болып салынып қалды. 24 айға рассрочка төлеу. Сөйтіп жаңағыдай мына бірінші мысал деген мына кімде сондай бір айлығы көп болатын болса, жаңағыдай басқа рискованный бизнесқа, инвестицияға салым келмейді дейтін болсаңыз, бұл жаңағы самый менее рискованный. Бірақ жаңағыдай мына жерде деген основной мына мақсат деген мына жерде тез өсу емес. Мына жерде айлық деген миллионнан көп болатын болса, айлықтың жаңағыдай мына жерде бір бөлігін жинап отырып, осындай капитал жинап қалу. Өткені 2 жыл деген уже қазір зымырап өтіп кетті. Осы кімге қазір мен бірінші айтқан болсам, олар уже қазір осы жылдың аяғында 13 миллиондай болады. Және сол үйде қазір уже қасында екінші үй салынып жатыр. Осы 27-28-ге ол осы үйді жаңағыдай трейдинг тапсырады да, ол жерде қазір однокомнатный квартираның жаңадан салып жатқан осы АИС құрылыс компаниясында Астанада Нұрлы жол темір жолының бекетінің қасындағы жаңағыдай үйлері 1-2-3 бітті, 4-те уже сатылып кетті, салынып жатыр. 5-6 үйден жаңағыдай уже бір бөлмелі пәтер 16 миллион теңге. Осы үй деген 2 жылдың ішінде қазір 16 миллион қазір осын трейдинг қылып бағалап тұрып, однокомнатный бағасымен осын тапсырып, ол жағына 32 миллион болады. 2 пәтердің үйі бағасы оның 50% деген жағындай 24 айға 16 миллион теңге болады. Сөйтіп жаңағы осы қазір мен кім бірінші адамдарға істеген болсам, оны қазір біраз адамдар біздің каналды қарап отырған, олар кім екен бәрі уже біледі. Мен таныстарым бәрі. Сөйтіп олар уже жаңағыдай 666 мың теңгеден келесі 28-дің аяғына дейін осылай жаңағыдай төлеп отырады. Сөйтіп 28-дің аяғында олар иншалла 32 миллион сондай 32 миллион ақшасы болып қалады да, иншалла. 32 миллион болады уже айлықтың. Оған дейін уже жаңағыдай осы 26 аяғына дейін ол мына 2 миллион айлық табатын болса 2 миллион, сол 2 миллион жаңағыдай 666 мың теңгесін төлеп отыру ондай қиындыққа соқпайды. Және сол жаңағыдай өйсіп айналып келіп жаңағыдай 29-да 4 осы 32 миллионның 2 үйді трейдингке тапсырды өзіне қарай. Сөйтіп 4 квартираға, 4 пәтерге, бір бөлмелі 4 пәтерге договор жасайды. Оның бағасы 64 миллион болды. Оның 50% 32 миллион болды. 24 айға айлық төлейтіні 1 333 мың болады. Оған дейін ол жаңағыдай ол адам деген қосымша жаңағыдай табыс көзін қойып қояды да, сөйтіп табыстың көзін жаңағыдай қосымша инвестицияның жаңағыдай бір бөлігін осыған квартира салып отырады. Тағы да бір 3 жыл өткенде уже олардың қолында 64 миллион теңге болады. Өткен ол жаңағыдай бүткіл табысын осы жерге қайтып салып жатыр да. Одан 4-ші айналымда 2032-де иншалла ол деген осы 4 квартираны арт қарай қайтып сол АИС құрылысқа тапсырады да, ол жаңағы уже 8 үй алады. 8 үйдің бағасы 28 миллион, оның 50% міне 64 миллионды салды. 24 айға уже келесі 2 жыл бойы жаңағыдай 2 миллион 666 мың теңге төлеп отыру керек болады. Оған дейін уже 2031-ге дейін мына жерде оның табысы уже қолында 5 миллион болады да уже. Мен қазір осы істеп адамдар 5 миллион айлық тауып отырып, соның жаңағы жартысын 266 мың теңгесін салып отырады. Сөйтіп жаңағыдай 8 жыл өтіп кеткенде жаңағыдай мына активный доходпен финансист, экономист, IT мамандар, айлық көп табатын адамдар осылай жаңағыдай айлықтан бір бөлігін осылай салып отырып, жаңағыдай 8 жыл өтіп кетеді. 8 жылдың ішінде жаңағыдай 128 миллион айлықтың жаңағыдай бір бөлігін жинап алады. Келесі слайдта жаңағы алтын, қараңыздар мына 2019-да золото в слитках, ол жаңағыдай 1 граммның бағасы 18.526 мыңға дейін болды. Ол жаңағы 5 граммы 130 мың теңге болды, 10 граммы 260 мың теңге болды. Осыны жаңағыдай алып бастаған адамдар бар. 2021-22-де алтын сатып алу жаңағыдай 1 граммы 24.600-дан 29.300-ге дейін болды. 5 граммы 146 мың теңге, 10 граммы 293 мың теңге болды.
23-24-те ол жағында алтынның бағасы 29,336 мыңға дейін болды. 1 граммы 5 граммы 180 мың, 10 граммы жаңағыдай не болды? 10 граммы жаңағыдай 10 граммы жаңағыдай 360-қа дейін болады. Енді қараңыз, мына осы 25-те уже қазір мына таныстарым алтын сатып алып жатыр. Олар уже жаңағыдай мына 25-те уже баға қатты көтерілді. 45 миллионнан 45 мың теңгеден 80-ге дейін, 2 еседен көтерілді. Осы жылдың өзінде 400 мыңнан жаңағыдай 800 мыңға дейін, 400 мың теңге 5 граммы, 800 мың жаңағыдай 10 граммы. Сөйтіп жаңағыдай 10 граммды уже адамдар деген осы алды. Ол деген алтын сатып алды деген адамдар айлығы көп болғанда ол айлықтың бәрін жеп қояды. Соны жаңа жеп қоймай, бір бөлігін жинап отырып, 10 доллар болса да кейін жұмсап жібереді. Ол ақшалай болса да кейін жұмсап жібереді. Сол жұмсап жібермеу үшін, сақтап қалу үшін жаңағыдай мына айлықтың бір бөлігіне алтын сатып алу. Ал енді мына мен деген бүгін өмір сүремін, маған бүгін керек дейтін болса, ол деген жаңағыдай тәжірибесін көтеріп, одан артқа қарай, одан да көп жұмыс жасап, сөйтіп табыс көзін әрдайым көтеріп отыру керек. Бірақ жаңағыдай табыстың бір бөлігін осылай жинап отыру керек, алтын алатын адамдарда. Келесі жаңағыдай традиционный бизнес. Мен жаңа шрифт кішкентай болып кетті ме? Традиционный бизнес, бет көтеріп қояйын, көтерейін де. Традиционный бизнесте мына жерде қараңызда, кез келген адам жаңағыдай ай сайын енді жалдамалы жұмысшы да, ай сайын 100 мың теңге жаңағыдай айлықтан жинап отырса, сөйтіп жаңағыдай бір жыл бойы жаңағыдай 1 миллион теңге жинап, соны бір жыл сайын 1 миллион теңгені инвестиция жасап отырса, 30% годовой жаңағыдай кішкентай кәсіпте жаңағыдай жақсы пайда береді, бірге бір береді жылдың ішінде. Сөйтіп инвесторға 30% 300 мың теңге, жылдың аяғында жаңағыдай 1,3 миллион болады. Осы 1,3 миллион деген жаңағыдай 1,3 миллион плюс келесі жылда тағы да жаңағыдай 1 миллион қосып, осы екеуін жаңағыдай 2,3 миллион болады. Сөйтіп оған тағы да 30% жаңағыдай әрдайым жыл сайын 1 миллион теңге инвестиция, оны түскен ақшасын келесі жылға жаңағыдай қосып, дивидендті жеп қоймай, реинвестиция жасап, 690, 2 жылдың ішінде жаңағыдай 1 миллион салғанда, ол уже жаңағыдай 3 миллион болып шығады. Мына жерде 3 миллион болып шығады. Үшінші жылы тағы да 1 миллион салғанда, ол жаңағыдай былтырғы ақшасы бар, соны қосып 30% уже реинвестиция болып жатады. Сөйтіп жаңағыдай мына жерден 5 миллион 187 мың теңге болады. Жыл сайын мына жалпы көп айлық алатын адамдар, жалпы адам айлық көп болмаса да, ол жаңа білімін көтеріп, тәжірибесін көтеріп, сөйтіп жаңағыдай кәсіпкерге жақсы пайдалы болып, сөйтіп айлықтың жаңағыдай квартал сайын айлық деген 10%-ға көтеріліп, сол көтерілген ақшаның айлықтың жаңағыдай бір бөлігін сөйтіп жинап отыру. 100 мың теңге кез келген адам жинап үйрене алады. Кез келген адам жаңағыдай 100 мың теңге ай сайын жинай алады. Ол жаңағыдай ол үшін ол деген артын көтеріп, кәдімгі жұмыс істеп, жүгіріп, тәжірибе жинап, бүгінгі таңда ақша табу өте оңай. Өйткені қазір интернет дамыған әлем, ол жаңа Қазақстанда отырып алып, бүткіл әлемде жұмыс істеуге болады, иншалла. Сөйтіп жаңа мына жерден қараңыздар, мында 10 жыл бойы ай сайын тек қана 100 мың теңге жинап, жыл сайын миллион теңге салып отырса, жыл сайын сөйтіп 10 жылдың ішінде жаңағыдай ол деген 55 миллион капитал жинап алады 10 жылдың ішінде. Енді қараңыз, мына жерде 10 жылда ары қарайда міне 15 жылда уже капитал 217 миллион жиналады. Ол деген 15 жыл бойы ай сайын жаңағыдай ол бүткіл табысыңды жиып қоя бер, қыдыра бер, бәрін ала бер, бірақ ешқандай қарызға кірме, және ай сайын 100 мың теңге жинап, сөйтіп жаңағыдай жылдың аяғында 1 миллион теңге жинап, оны кіммен қалай екен, оны кейін толық сабақтарда айтамыз. Но жалпы жаңағыдай бастамасы ғой жаңағыдай осы. Сөйтіп жаңа осындай жыл сайын кез келген адам осылай 1 миллион теңгеден инвестиция отырса, жаңағыдай 15 жылдың ішінде 217 мың теңге да. Мына жерде қараңыздар, мына жаңағыдай 1 миллион салып қояды да, ол деген бір жылдың ішінде 1,3 миллион өте аз, дым көрінбейді деп шығады да. Жаңа 2 жылда там 3 миллион, 3 жылдың ішінде 5 миллион да. Мына жерде жаңағыдай 5 жылдың ішінде уже 11 миллион, 5 жылда 5 миллион салды, бірақ уже мына жерде уже 2 есе өсті да. Қараңыз, мына жерден
1 миллион салған деген мына жерде 30% өскен болса, 5 жыл бойы 5 миллион деген уже 2 еседен асып кетті да. Мына жерде қараңыздар, 10 жыл бойы 10 миллион салды, уже мына жерде 5 есе өсіп кетті, 5 есе өсіп кетті да. Мына жерде жаңағыда 15 жылдың ішінде да 15 миллион салды, 217, 15 есе өсті да, 15 есе. Мына жерде жаңағыдай әрі қарай жалпы адам деген сөйтіп жыл сайын әдетіне айналдырып, сөйтіп 100 мың теңге алып сөйтіп сала берсе, ол жаңағыдай мына 20 жылдың ішінде кез келген адам жаңағыдай капитал 820 миллион теңге осылай жинай алады, иншалла. Так, келесі слайдқа өтейік. Келесі слайдымыз біздің, мәшалла, қайтадан бәрі өтіп кетті ме? Келесі слайд бізде жаңағыдай традиционный бизнес өттік. Келесі слайд бізде жаңағы исламский инвестиционный фонд, оған менде қазір мысалым жоқ, сондықтан венчур инвестицияға бірде өтіп кетейік. Қараңыз, мына венчур инвестиция қазір мына өте көп қазір тренд болып жатыр. Өте көп стартаптар қазір мына бай адамдарға жаңағы осыны ұсынып жатыр. Ол деген ақшасы бар адамдар ол стартапты зерттейді, анализ жасайды, сөйтіп жаңағы соған ақшасының бір бөлігін, конечно, соңғы ақшасы емес жаңағыдай, сөйтіп бір бөлігін осыған салып қояды. Бұл жаңағыдай кім уже капитал жинаған болса, соларға өте сондай тиімді, сондай инвестиция, бірақ жаңағыдай өте үлкен риск, ең рискованный, өте рискованный жаңағы инвестиция, самый рискованный. Одан жаңағыдай ұшып кетуі әбден мүмкін, бірақ жаңағыдай ол жақсы, оны зерттесеңіз, оған сенсеңіз, олар сенім артатын болса, олар жаңағы көзің жетіп тұрса, ол жаңағы продукция сондай мықты болатын болса, ол жаңағыдай болашағы үлкен болатын болса, расымен де көріп тұрған болса, ондай жерге инвестиция жасаған жақсы, ол жаңағыдай венчур инвестиция да. Қазір мысалы бір жаңағы осы компания бар, осы қазір мына көз алдымызда 2026-да оның жаңағыдай оценкасы $1 миллион 600 мың $. Ол жаңағы разработка жаңағыдай мобильного приложения бір салада жаңағыдай. Сөйтіп жаңағы оның 1% қазір бүгін таңда $16 мың болып жатыр. 1% қазір $16 мың болып жатыр. Сөйтіп жаңағы олар қазір мына осы биылға жаңағыдай инвестиция тарттырып жатыр. Осына жерге салатын болсаңыздар, ол осы мысалға мен айтып тұрған қазір компания, ол жаңағыдай жылдың аяғына дейін қазір 5 миллионға дейін барады деп жатыр, иншалла. Ол қазір 2026-ның аяғына дейін 5 миллионға барғанда құндылығы жаңа сіздің салған 1%-іңіз уже $50 мың болады, иншалла, құндылығы. Енді жаңа 2027-ның аяғында ол компания жаңағыдай уже Қазақстанның жартысын алып, сондай бір үлкен масштабқа барып, оның құндылығы $10 миллион барғанда, сіз жаңағыдай 1% алып қойған $16 мың уже $100 мың болады, иншалла. Енді қазір мына осы компания деген жаңағыдай жоспарларын бәрін қарап отырмыз. Жаңағыдай 2030-ның аяғында ол жаңағыдай сондай бір түгел Қазақстанды алып, бүткіл жаңағыдай жеріне өзінің саласына соны енгізіп, жаңағыдай адамдардың бәрін қосып, сол приложениеге өздерінің бір сондай бір программасы бар. Сөйтіп жаңағыдай ол деген компания иншалла $50 миллионға дейін құндылығымыз көтереміз деп тұр. Өйткені оның өзінің сондай бір әдейі сондай бір санайтын бір мультипликатор деп айтады, жаңағыдай солар бәрі бар. Сөйтіп сол кезде жаңағыдай сіздің жаңағыдай $16 мың салғаныңыз, ол жаңағыдай мына жерде уже құндылығы $500 мың дейін барады, иншалла. Мына венчур инвестицияда ол жерде жаңағыдай дивидендный бизнес емес, ол жерде дивиденд жоқ. Ол жаңағыдай IT компания деген бүткіл тапқан ақшасын өзіне қарай қайтадан реинвестиция жасап, сөйтіп жаңағыдай мобильный приложениені үлкен қылып сондай бір үлкен софтқа айналдырып, сөйтіп жаңағыдай күшейтеді, оның жаңағы дата центрлары бар, серверлері бар, сөйтіп осындай бір несі бар, осы жолы бар. Ол жерде жаңағыдай инвестиция, венчур инвестор деген соны жаңағыдай зерттеп түсіндіру керек. Менден келесі сабақтарда жалпы венчур инвестиция деген басынан бастап IPO-ға дейін қалай шығатын сондай бір видеолар толық түсіретін боламын, сабақтар. Мына жерде қазір жалпы түсініктеме ретінде. Және осы жерде қараңыздар, венчур инвестицияда инвестор қалай ақша табады? Ол деген жаңағыдай бірінші раунд дейді, ана жерде қазір келесі айтамын да. Соны қазір салып қойса, осы жерде $16 мың. Ол деген қашан табады? Мына жерде экзит деген осы компания деген $50 миллионға дейін мысалға құндылығы барып, оны жаңағыдай одан да үлкен фонд сатып алатын болса, сол фонд деген 20% алады ма, 50% алады ма, 100% сатып алады ма, түгел жаңағыдай бәрі жаңағыдай owner дейді, co-founder дейді, founder дейді, бәрі жаңағыдай осы бизнестен шығып кетіп, басқа компанияға сатып жіберу болатын болса, оны называется жаңағыдай полностью, частично или полностью да, жартылай или түгел бәрі шығып кетеді.
сатып, сол кезде жаңағыдай сіздің мына 16 мың доллар салғаныңыз, ол иншалла бір жаңағыдай 6 жылдың ішінде бір 500 мың долларға дейін иншалла барып қалады, әбден мүмкін иншалла. Және оның жаңағы одан ары қарай бір жоспарлар болады, жаңағыдай 2030-дан мысалға 2040-қа дейін, 2040-қа дейін да, ол жаңағыдай 100 миллион, мына бүйтіп айтайын да, 2040-қа дейін деп айтайын, мына жерде 100 миллионға дейін, ол жаңағыдай 1 миллиард долларға дейін барады деп жатыр да. Мысалы қазір мына бар ғой, мына Хиксфилд деген қазақстанский единорог, олар жаңағыдай 1,4 миллиард доллар құндылығы, тоже стартап, оған жаңағыдай бастамасында біздің Қазақстанның атақты бизнес жаңағыдай ангелдары солар салды ақшаны, олар салды ақшаны, инвесторлар, венчур инвесторлар салды, сөйтіп солардың ақшасымен, себебі олар жаңағыдай сондай продукция күшті болып, сөйтіп олар әлемдік деңгейге шығып, солай шығып жатыр қазір, Хиксфилд деген. Сөйтіп олар жаңағыдай қазір құндылығы 1,4 миллиард, тоже жаңағыдай біраз жыл өтті оларға, сөйтіп олар солай жаңағы өсіп сондай миллиардқа барды. Осы жалпы жаңағыдай венчур инвестиция деген қашан ақша табады деген, ол деген мына табады ма, или сәл күтіп жаңағыдай есеңге шыққанда, ол деген құндылығы 100 миллион болғанда, там 100 миллион болғанда, оған дейін шыдасаңыз, иншалла да, ол компания, сіз салған компания өсетін болса, сондай сені арттырса, сондай жақсы болып кетсе, иншалла, онда ол компания құндылығы 100 миллион долларға барып, ол сатылғанда, сол кезде сіздің 16 мың долларыңыз деген жаңағыдай 1 миллион долларға дейін барады. Бұл кәдімгі айналамызда қазір реально болып жатыр. Адамдар деген осындай кәдімгі Аллахтың алымен солай байып, сөйтіп жаңағыдай солай болып жатыр. Және ұшып жатқандар да бар, бірақ атып жатқандар бар да. Жалпы осы мына мен айтайын деген жаңа бүгін сабағымызда осы мына инвестициялардың жаңағыдай түрлері, осы инвестицияның түрлері, біз жаңа келесі сабақтарда ары қарай тағы да осыларды ашықтап сөйтіп айтып отырамыз. Біздің каналға жаңағыдай тіркеліп, комментарий жазып, жаңа репост жасап, жаңағыдай сөйтіп пересылка жасап, сөйтіп жаңағыдай жалпы біздің Қазақстанның халқы осы жаңағыдай біздің осы видеомыз, сабағымызды көпшілік адамдар көрсе, сол кезде осылар жаңағыдай біз одан да көп просмотр жинайтын болса, лайк, комментарий, біз одан да ары қарай осы видеоларымызды жалғастырамыз, иншалла.